Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Мен эмоцияны басқара алмаймын. Өте көбірек, өте жиі мен ашуланып тұрамын. Бұл ашуланшағым маған да басқаларға да кері әсерін тигізеді, мен есесем бар. Әрине бұл ашуланшақ саған да басқаларға да кері әсерін тигізеді, бұл сөзсіз. Ал бұның да кері әсерін тигіздірмеу үшін саған ашуланбау керек. Қалай ашуланбау керек? Яғни ашуланбау керек емес, қалай ашулануды бәрібірде. Ол эмоция, ол табиғи нәрсе ашулану деген. Бірақ сол ашуланшақты қалай ұстап қалу керек, қалай эмоцияны басқару керек, дәл осы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Достар, бастамас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға дәл осы сұрақ бойынша өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Лайк басып кетіңіздер, бұл видеоны ашуланатын достарыңызға жіберіңіздер. Менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер, ол жерде өте көптеген пайдалы ақпараттар бар. Ссылкада, описанияда ссылка. Ссылкасы описанияда. Бұл болашақ мұғалім арнасы, кеттік достар, бастаймыз. Эмоцияны қалай басқарады? Эмоцияны сен дыхание арқылы басқарасың. Яғни пауза. Саған пауза, қара, сен барынша егерде дәл қазір басында қиын болады. Бірақ егерде сен дәл осында ақырындап өміріне кіргіздіре берсең, сен онда бұл эмоцияны басқара білетін боласың. Бірде бір нәрсе ашуланатын, раздражающий фактор болған кезде сен біріншіден стоп. Бірден сен не жасып кеттің деп емес, айналады дәл осылай болып кетті емес. Жоқ. Сен біріншіден пауза. Окей. Так, ашуланбаспын. Режим қосасың, кішкене пауза режимін қосасың. Терең демаласың. Дәл осы екі, қандай да бір ашуланатын ситуация, дәл осы бар болғаны екі жағдай сені құтқарып қалады. Ашуланды, сені эмоцияны басқарып қалады. Бір раздражающий фактор келді. Сен тоқтадың, модта қостың, терең демалды, бастың. Болды. Сенің ашуланшаған төмендеді. Сен эмоцияны басқара біл. Енді әрі қарай сен дәл осы төмендеткен нотада сен дұрыс шешім қабылдау керексің. Бұл үшін сен асықпау керексің. Әлде деден бірінші рет. Бұл сенің эмоцияны төмен түсірді. Яғни сен эмоцияны басқара білдің, ашуланшаған сен кетіп қалды. Өйткені ашуланшақ моментте болады. Сен моментті жібердің. Окей. Енді саған дұрыс шешім қабылдау керек. Саған әлде ойлану керек. Не істесем болады? Окей. Түсінікті. Примерно интуиция бойынша дәл осы затты істеу керек. Бум. Сен жет. Бұл бізде апай. Мен сабақтан келдім, мен кешірім сұраймын, мен кішкене ойым апай болып отыр. Дәл осылай болды. Енді тағы да бірнеше қызықты бір оқиғалар. Кеңестер. Су ішу керек, яғни ашулану деген бұл, былайша айтқанда от сияқты ғой, бізге мультфильмдардан болса, басқа жерлерде болса, бізге ашуланды бір от сияқты, бұл жалындаған іштегі от, ол тоқтамайды. Отты не арқылы ғана тоқтатсың? Су арқылы ғана тоқтатсың. Яғни саған ашуланған кезде су ішу керек. Бір. Немесе мүмкіндік болса, шайынып алған дұрыс, кәдімгідей душқа түсіп, яғни сен жаңағы ішіндегі отты су арқылы өшіресің. Бұл бір. Екінші кеңес, дәл осындай кеңестердің қатарына келеді, саған положениені өзгерту керек. Яғни сен ашуланып тұрсың ғой, демек саған отыру керек. Сен отырып тұрсың, ашуланып, саған тұру керек. Сен тұрсың да, отырсың да, саған жүріп кету керек. Сен жүрсің, саған отыру керек, саған тұру керек. Яғни сен положениені өзгертесің, дәл осылай сен ашуланшақты жеңе аласың. Достар, бізге кеңес дәл осындай. Келесі видеоларда кездеспесек, міндетті түрде тинейджер каналға қосылыңыздар. Тинейджер канал бұл мені авторлық курсым, бұл контрады. Біз дәл осы 3 блоктың ішінде қаржылай сауатты боламыз, физикалық мықты әдеттер қалыптастырамыз, болашағымызды жазамыз. Толық ақпарат описанияда. Келесі видеоларда кездескенше.